Yurt aşkısızı yorup ta iliklerden. Ақшамлар қайыр сентябрінің 17-сі жұма күні эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерінімен Шевкет Наматулаев селемлайым. Яйнымызна әджелек хаберден башлайық. Сабық сияси мабус Владимир Балухқа ұжым япылуыда шекленген кіші яқаланған. Бұны Украина ішкі ішлер Назир Арсеноваков өз Твиттер сайфесінде хабер етті. Полицияда білдіргенлеріне көре ресторанларынан бұрынде Балухта 32 яшында олған кішінен дава шыққан. Шекленген сабық мабусны аяқнен урған ве дава еріні теркеткен. Владимир Балухқа ұжым сентябрінің 8-не кечер гежесі Киевдеки гидропаркта япылды. Окуну арқадашларынен топлашып азат етілуінің еллығыны қайдеті еді. Оны тек саба баш ярасы ел ве көпірчік кемігі сынықларынен ессіз алда тапқанлар. Балух аляда суни комада бұлына. Намаз япқаны үшін 15 күнге сезонын жеза изоляторына ташланды. Ишгалжилер Ростов сезосында йоқлама кешіргені вақыт Қырым татар Мабус Эльдар Кантемиров намаз япқаны үшін сесленмегенінден себеп оны жезалағанлар. Бұны Кантемировнен берабер бір камерада тұтылған сияси Мабус сервер Мустафаев адвокатнен көрішкені вақыт тариф еткен. Эльдар Кантемиров кечкен сене июннің 10-ында Ахмеджет районында тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланды. Во время обеденного времени он совершал молитву, намаз, и в это время была прокурорская проверка, и, естественно, он на перекличку не отреагировал, и это администрация СИЗО посчиталось как неподчинение. И вот уже под конец дня стало известно, что его отправили в карцер за это на 15 суток. Очередное притеснение наших подзащитных по религиозным признакам, и в том числе и при содержании в СИЗО. Қырым-татар халқының лидерін ұзақтан көрген оняқ қында айтқанны ешітмеген. Ижғал етілген Қырымның Эрмени Базар махкемесінде Мустафа Джемилевке низбетен дава бақылмасы девам етті. Қабатлав тарафы да бір шатны махкемеге желп еткен. Шат тариф еткенне көре 2014 сенесі майысының 3 күні мемори сыңырға Мустафа Джемилевні қаршыламақ үшін барған. Ама о бірде-бір тежаузи әрекетлер япқанны көрмеген, тек топлашқанларнен лаф етті деп білдірген. Бұнен берабер, ишғал етілген Қырым ве Херсон вилаятлері арасында Русия сыңыры кетшіні акс еткен бір шей көрмеген. Евіне қайтқаны вақыт жол бойы белі олмаған инсанлар таяқ ве арматура парчаларынен Қырым татарларының машиналарыны ұрғанны көрген. Он машинасына да зарар кетірілген. Эти молодые люди начали бить палками и арматурами по его автомобилю, нанесли ему ущерб. Впоследствии ему пришлось даже ремонтировать автомобиль после этого нападения. Кроме того, там же в поле было как минимум 2 человека, вооруженные автоматами, которые направляли эти автоматы на дорогу и на людей, которые возвращались в сторону города Армянск. Сөзді махкеменің невбетеке топлашығы сентябрінің 24-інде кечірілмелі. Ишғалжилер Мустафа Джемилевні Русия сыңғырына қанунсыз кечті деп қабатлай. Сөз 2014 сенесі майыс айында Мустафа Джемилевнің Қырымға қайтмақ интылуы ақында кете. Авропа бірлігі Русияден Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған еді Қырым татарынан низбетен шығарылған үкімні ләғу етіп, Украина ватандашлары олған сияси мабуслер азат етілмесіні талап етті. Авропа бірлігі ишғал етілген Қырымда Русия қанунлары қоллануыны танымай. Чүнки бұл халқара ұқығына зыт келеве ишғал етілген Қырымда яшаған Украина ватандашлары Рус махкемелері тарафындан махкүм етілмесі қанунсыздыр деп қайдеттілер Авропа бірлігінің тыш саясеті қызметінде. ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримських татар.
На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше, має першорядне значення. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сентябрьнің 16-сында Русияның Женеве Арби Махкемесі еді Қырым татарына терроризмде қабатлы оларақ танып, Эдем Смаилов и Сервер Зикиряевны 13 елға, Сервер Мустафаевны 14 елға, Серан Салиевны 16 елға, Тимур Ибрагимовны 17 елға, Мемет Беляловны 18 елға ве 19 елға, Марлен Асановны махкем етті. Эрнест Аметовны есе ақылап махкеме салонында азат еттілер. Işgal etilген Қырымда екінші интилувдан Елочка Балаевынде олған қайды бозылулары белгіленген. Балаева аққанда 2 яшында олған Сергей etrafında шамата қопарылған сон чоқлап юрсетілі башлады. Баланы онан оге ана бабасы пандемия башлағаны үшін бірден алып оламаған, ләкин бала айлеге берілгені вақыт опек мұшкул алдайды. Дистрофия, қафа деформациясы ве арықлық. Аққорчылар қайдеткеніне көре хасталықлар Балаевынде инкишаф еткен. Елочкадан евлятлыққа алынған 5 баланың ана бабасы да Балаевының шарайтлеріне шикайет еткен. Дистрофия, қафа деформациясы ве арақланов. Боле алда оги бала Сергейна Ольга Крамная Балаевынден алды. Қадын евлятлыққа алу фруксетіні да барды алған, ләкин пандемия башлағаны үшін қадын баланен бірден көрішіп оламаған. Қадын баланы көріп олғаны вақыт шок алдайды. 2 яшында олған бала отырып оламай, тек ята, озы ашап оламай. Баланың қафасы деформация олған, қабырғалары көріне екен 74 сантиметр бойы олған, баланың чекасы тек 6 килограмм. Все врачи, которые сейчас занимаются Сережей, единого мнения, что у него нет таких диагнозов рожденных, которые бы могли привести к такому состоянию, к дистрофии и к тому, что он сейчас развит. Ребенку почти 2 года, а он развит на 6 месяцев. Сергей Аманаман Духанандан берлі Ахмеджетеки Елочка Балаевынды өскен. Тешкіровге қошылған аққорчалажылар қайдеткенне көре Балаевынан тербиежелері баланы бөле алға кетірген. Указанные проблемы у него никак не могли возникнуть где-то в ином учреждении, в семье или где-то еще. Эти проблемы возникли в доме ребенка Елочка. Сергейнің оге анасы аққорчалажыларнен берабер Балаевыны тешкірмеге талап етті. Балалар Елочкадан пек мұшкул алды алына. Ең азындан оги бала алған 5 құранта бөле шикаетінен мұражат еткен. Ама оларынан сайысы чоқча ола біле, ама ана бабаларының эксериеті ресімлерінен пайлашмай ве балаларынан ала аққанда айтмай. Истемейіп олса да ишгалжилер акиметі де тешкіров башлатты. Ана бабаларынан шикаеті ялан, Балаевынде балаларыны яқшы бақалар деп қайдеттілер. Тек весиқалар ресмилештіруінен проблемалар бар деділер. Все необходимые услуги детям предоставляются. Они находятся в хорошем состоянии. Имеется специализированное питание, должным образом обеспечен медицинский уход. Не стану скрывать, есть недочеты по оформлению медицинской документации, но на уход они существенно не влияют. Елочканың башекімі Александр Васюков Балаевының ресми сайтында язғанна көре инсанлар екімлеріні нацист лагерінде олған незаретшілерінен қияслағаны пек чорлата. Балалар Балаевыны бөлі ярамай алда кетірілі деп қайдетті. Кішкене Сергей аққанда бұтын қырмайты башлағанындан сон қайды бозылулары екінші интилувдан сон тапылды. Ишгалжилер прокуратурасы бір sıra бозулар қайдеткен. Сыңыр системасынан хасталықлары олған. Балаларына зонт вастасынен ашатмақ керек олған мутихастылар жоқ екен. Бұне берабер бөлі балаларыны бақмақ үшін керек олған эпс лицензияларда алынмаған. Владислав Стужук, Заман, АТР. Umumiy ishlenmeler ve satelitler uçurulması. Türkiye'nin Kainat Agentliğinin başı Serdar Yıldırım Ukrayna ile olğan işbirlik hakkında tarif etti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan agentlikni tahminen 2 yıl evvelsi teşkil etken. Teşkilatının yol başçısı Ukraynaga kelip, Ukrayn zenadaşlarının işi ve tecrübesini öğrengen. Serdar Yıldırım Dnepr'de olğan kainat obyektlerini bakıp, Ukrayna'nın sanayi strategik meseleleri boyunca nazir Oleg Uruskiy ile görüşken. Umumiy
işlenmeler, satelitler uçurulması ve diğer memleketlerinin umumi kainat leyhalarına amelge geçirmek için kelişkenler. Yıldırım kaydetkenine göre böyle leyhalar pek masraflı ama Türkiye, Ukrayna tecrübesini öğrenmeye istiyor. Bu görüşmeler ileride planladığımız iki ülke arasındaki bu güzel işbirliğinin uzay sahasında, uzayla ilgili konulardaki işbirliğinin temeli olacak. Öyle ümit ediyoruz. Ve bu başlangıçla birçok konuda, mesela işte fırlatma teknolojileri konusunda, mesela beraber uydu üretme ve uyduları dünyaya pazarlama konusunda, farklı uzayla ilgili alt sistemlerin geliştirilmesi konusunda işbirlikleri, imkanları olduğunu gördük. Memur işgal etilgen Kırım hakkında da aytты. Serdar Yıldırım tarif etkenine göre o yarımadanın bir köşesinde olgan. Şimdi ise Kırım'da barışık olmasını istiyor. Şimdi Kırım bizim aslında tabii çok önem verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir coğrafya. Ben defalarca gittim Kırım'a. Neredeyse her şehrini gördüm, her şehrini gezdim. Tabii bizim temennimiz o ki, biliyorsunuz bu ziyaretimizin siyasi bir yönü yok. Biz neticede bürokrat bir teknik olarak burada bulunuyoruz ama Kırım bizim gönlümüzde her zaman kendi öz yurdumuz gibi gördüğümüz bir yer. Bu manada isteriz ki inşallah bu problem en makul şekilde, en hızlı şekilde çözülebilsin ve Kırım Türkleri huzura kavuşsun. Bunu çok arzu ediyoruz. Lukashenko Litvanya ve Polonia ile sınırlarını kapatıp Ukrayna sınırında bekçilikni kuvvetleştirip memlekette olgan siyasi buhran için mesuliyetlikni çetel memleketler boyuna asmağa istiyor. Böyle Litvanya'nın Dışişleri Naziri Belarusya prezidenti tarqatgan beyanatını izatladı. Lukashenko'nun sözlerine göre sınırlarını cenkке yol vermemek için kapatkan. Sanki dersin Amerika Birleşken Devletleri, Polonia ve Ukrayna Belarusiyani yok etmek için 10 yıl devamında hazırlanganlar. Litvanya'da sınırlar kapalı olganına skeptik şekilde bakarlar. Polonia sınırcıları kaydetkenine göre geçiş hala da açık. Avgustun 9'undan beri memlekette geçirilgen prezident saylovları neticelerine narazı olmayıp insanlar narazılıklar geçiri. Merkezi Saylov Komissiyası tarqatgan malumatga göre Lukashenko yengip 6. muddetge prezident vazifesinde qala. Lakin muhalefet saylov neticelerine razı değil. Falsifikasiya yapılgan deb yangi saylovlar geçirilmesini talab etdi. Мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны. Avropa parlamentinde ise Belarusiyada olgan vaziyet boyunca dinlevler geçirildi. Deputatlar saylov falsifikatsiya ile geçirilgenini tanıdı. Buna beraber milletvekilleri Avropa Birligi Belarusiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar kirsetilmesini talab etdi. З нашої точки зору, перевибори під наглядом ОБСЄ були б кращим рішенням. Але ми поки не можемо зв'язатися з владою Білорусі ні на якому рівні. Şimdi Belarusiyada Rusiyaning beraberlikda harbiy ta'limlar kechirili. Ular sentyabrning sonuna qadar devam etacak. Lukashenko qayd etganine ko'ra, ikki mamlakat cho'qcha bo'ylab tadbirlar kechirmeli. Rusiyadan esa qo'shma silah ayrilmasini talab etgan. Vladislav Stujuk, Zaman, ATR. Ukrayna sharqında Rusiya nezaretinde olgan jenkeberler Ukrayna harbiylari pozitsiyalarini ateşke tutup provokatsiyalar yapkan. O shtabında haber etkenlerine göre Ukrayna harbiylari cevap bermegen. Cebenin diğer kısmında ateşkes rejimi bozulmagan. Ukrayna istihbaratı elde etken malumatga göre işgalciler ateşkes rejimini o'z pozitsiyalarini kuvvetleştirmek için kullanayken. З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону із Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним та автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, 6 вагонів і понад 10 вантажних автомобілів із протитанковими мінами і боєприпасами, у тому числі для артилерійських систем.
Украинада коронавирусқа ұғыраған инсанларының сайысы экселмей. Кечкен күн давамында COVID-19 хасталығы да 3200 инсанда таздықланған. Сағлық назірлігінде есе 2 хafta самоизоляцияда болынып, коронавирус әлеметлері пейда олмағанларға тесттен кечмемеге рұқсет берділер. Бұне берабер хастаханеге план бойынша ятажақлар да тесттен кечмеге мешбурды келлер. У зв'язку з тим, що ми оновили стандарт, і люди, які перебувають на самоізоляції і перебувають всі 14 днів, їм не потрібно робити відповідне тестування. Якщо немає симптомів COVID-19, то це певним чином теж розвантажить нашу лабораторію. Але в той же час хочу зауважити, що кількість тестувань на добу, яку ми проводимо, ми постійно збільшимо. Ви бачите, що сьогодні це вже 31 тисяча тестувань, яку ми провели. Ишғал етілген Қырымда есе коронавирусқа ұғырған 2 хаста вефат еткен. Пандемия башлағанынан берлі 46 кіші COVID-19 құрбаны олды. Бұл хасталыққа ұғырғанларының сайысы 3,5 бинге етті. Кечкен күн девамында коронавирус хасталығы 79 инсанда таздықланған. Қырым әрдайым юректе мәдениет ве информацион саясеті назірлігі ишғал етілген Қырым меселесі Украинаның күн тәртібінде қалмасы үшін информацион компания башлатты. Назир Александр Ткаченко хабар еткеніне көре, Олейха вастасынен Украинның Қырымнен бағларының қабилештірмек істейлер. Бірінші роликте украинлі ве Қырым татарлар Арабат белінде кезіп, пляжда топлашалар ве Қырымнен бағлы тарихлеріні тариф етелер. Крымсоз тестшілерінден бірі Алим Алиев. Назир украинлеріні Қырымларнен бағлы өз тарихлерінде ичтимай ағларда завжды у серці хэштеги или пайлашмаға чағырды. Я згадую дім дідуся, де росли айва та мигдаль. Крим поєднує нас, мільйони нас. І ми обов'язково повернемося. Одного дня ми повернемося. Адже Крим – це Україна. Ұсат қазір олған сонки хаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлеріңіз тынч кечмесіні тілейім. Атырден есе айрылманыз көрішкенже.